Қане, бастайық бірінші сабақты. Өсімдіктер тақырыбында өсімдіктердің бойында қоршаған ортаға бейімделуі мен табиғат бірлестіктері туралы білесің. Қызыл кітаптың өсімдіктерді сақтау ісіндегі маңызын түсінесің. Ойланып көрейікші. Өсімдік немен қоректенеді? Өсімдік тіршілігінде оның өскен ортасы әсер ете ме? Өсімдіктерді неліктен қорғау керек? Өсімдік қалай қоректенеді? Сабақтан өсімдіктің бойында жүретін үдеріс туралы білетін боласың. Тірек сөздерді білетін боласың. Оттегі, көмірқышқыл газы, глюкоза, фотосинтез. Есіңе түсірші, өсімдік мүшелері мен олардың қызметін ата. Өсімдіктің өсуі мен дамуы үшін қандай жағдайлар қажет? Зерттеуді түсіндір. Ғалым зерттеу жүргізді. Ол қыш құмыраға 1 килограммдық көшетті отырғызып, массасын өлшеді, суретке қара. Топырақ салынған құмыраның массасы қандай болды? 2 жыл өткен соң ғалым қандай нәтижені тіркеді? Бастапқы дерек енді қалай өзгерді, есепте, артық масса қалай пайда болды деп ойлайсың? Сызба бойынша әңгімелейікші. Адам мен өсімдік қорегін қалай әзірлейді? Неге жұмыртқаны өзі қуырады? Оған тауық жұмыртқасы, тұз, сұйық май, көк пияз қажет. Қорек әзірлегенде ол оны газ плитада, табаға сұйық май қолданып қуырады. Нәтижесінде қуырылған жұмыртқа пайда болады. Осымен адамдар қоректенеді, яғни адамдар қорегін өсімдіктен және жануардан алады. Ал енді өсімдіктің қорегін не қажет екенін айтайықшы. Өсімдіктердің қорегіне жарық, көмірқышқыл газы, су қажет екен. Олар қорек әзірлегенде жапырақтың жасыл органы, хлоропластағы хлорофилл дәндерінде көмірқышқыл газы мен су, күн сәулесі арқылы қоректік зат глюкоза түзеді. Бұл процесс нәтижесінде ауаға бос оттегі, сіз бен біз жұтып отырған ауа бөлінеді. Жануарлар өсімдіктің жапырағын жесе, ал жемісін адамдар жейді екен. Ал енді ойланшы, өсімдіктің тірі ағза ретінде тыныс алуы қалай жүреді? Өсімдіктің тірі ағза ретінде тыныс алуы, оның көмірқышқыл газын сіңіріп, соңынан оттегіні ауаға шығаруы арқылы жүзеге асады. Барлық тірі ағза қоректенеді. Адам қорегін өсімдіктер мен жануарлардан алады. Жануар өсімдікпен және өзге жануарлармен қоректенеді. Ал өсімдік қорегін қайдан алады деген сұраққа енді жауап бере аламыз. Өсімдік өз қорегін өзі әзірлейтін тірі ағза. Өсімдіктің бойында хлорофилл деген зат болады. Ол өсімдік мүшелеріне жасыл түс береді. Хлорофиллге келіп түскен күн сәулесі, өсімдік сіңірген су және көмірқышқыл газ өзара әрекеттесіп, фотосинтез деген үдеріс жасайды. Оның нәтижесінде жапырақтары қоректік зат түзіледі. Бұл қоректік зат глюкоза деп аталады. Өсімдік өз бойындағы қоректі азық етіп өседі, жемісін береді, тұқымын түзеді. Ал күн сәулесі азайғанда бойындағы фотосинтез үдерісі баяулап, қорегі таусылады. Сондықтан өсімдіктің көбі күзде солып қурайды. Фотосинтез үдерісі жүріп жатқанда оттек газ бөлінеді. Ауаның құрамында болатын оттекпен бүкіл тірі ағза тыныстайды. Күн сәулесін сіңіру арқылы өсімдіктің бойына күн энергиясы жиналады. Өсімдікті қорек ететін алам мен жануар күн энергиясын осылай алады. Есіңе сақта, фотосинтез үдерісінің нәтижесінде өсімдіктің жасыл мүшелерінде қоректік заттар мен оттек түзіледі. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.